Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. 7 сынып физика башқарулы кітабынан 5-те 6-шы жаттығудың 4 есебін шығаратын боламыз. Бірінші есеп төменде көрсетілген иіндіктердің тірек нүктелерін және күш иіндерін сызба түрінде анықтаңдар. Бізде А суретінде қараңыздар, бала таяқпен жүкті көтеріп кетіп бара жатыр. Және де жүк баланың иығына жақын. Бұл жердегі иық тіреу нүктесі, значит жүк тіреу нүктесіне жақын деген сөз. Ал А жағдайында тіреу нүктесінен алыс жүк. Енді осы кездегі бізде сызбалары міне мынау L1 күш иіні, О тіреу нүктесі. Дәл солай. Мына жерде L2 күш иіні, О тіреу нүктесі деп аталады. Б нүктесінде бізде қайықпен жүзіп кетіп бара жатқан адам. Бұл жерде қараңыздар, екі иін болады, яғни күш иіндері. О деп отқанымыз жаңағы тіреу нүктесі. Келесі суретте 5-20-дан А және А жағдайларын қарастырыңдар. Таяқтағы жүктің қай орналасуының оның ауырлық күшінің моменті үлкен болады дейді. Енді қараңыздар, бізде А жағдайында бала жүкті көтеріп кетіп бара жатыр және де бізде иықты айттық тіреу нүктесі, значит жүк тіреу нүктесіне жақын деген сөз. Яғни L1 ұзындығы кіші болады. Ал мына жерде L2 ұзындық бар ғой, жүк тіреу нүктесінен алыс тұр ғой, яғни иықтан алыс, ол жерде L2 көп болады. Сонда қараңыздар, L2 L1-ден көбірек. Значит бізде күш моментінің формуласы бірінші жағдай үшін M1 тең болады F көбейтілген L1, M2 тең болады F көбейтілген L2. Бізде күш моменті А жағдайында үлкен болады, себебі L2 үлкен. Келесі, сақтандырғыш клапанның қимасына қарап, бу клапаннан шықпас үшін иіндікке қандай жүк ілуге болатынын есептеңдер. Қазандағы будың қысымы қалыпты атмосфералық қысымнан 12 есе артық, клапанның ауданы 3 см². Иіндік пен клапанның салмағы ескерілмейді. Күштердің иіндерін суреттен өлшеп табыңдар. Егер қазандағы будың қысымы артатын немесе кемитін болса, жүкті қай жаққа жылжыту керек? Жауаптарыңды негіздеңдер дейді. Енді қараңыздар, бізде қысым атмосфералық қысымнан 12 есе артық. Бізде атмосфералық қысым P0, ол деген сөз оның 5 дәрежесі паскаль, яғни 100 килопаскаль еді ғой. Мен оны дәрежемен жасам, оның 5 дәрежесі, сонда 12-ні көбейтемін де менде қысым мынандай болады. Аудан 3 см², метр квадратмен жасам, 3 оның минус 4 дәрежесі метр квадрат. Мынаның ұзындығын есептейтін болсаңдар, ол кезде L1-дің L2-ге қатынасы 4 болады. Яғни мен осы суретті түсініктірек салатын болсам, мына тіреу нүктесі, енді тіреу нүктесінен бір қандайда F1 күш жоғары қарай, ал бізде жаңа мынандай бір жүк тұр ғой. Осы жүк бізде F2 күшпен төмен қарай әсер етіп жатыр. Енді мен мынау ұзындықты, яғни F2 күшке дейінгі ұзындықты, мен оны L1 деп аламын. Ал мынау F1 күшке дейінгі ұзындықты мен оны L2 деп аламын. Енді қараңыздар, бізде осы жерде моменттер ережесін жазатын болсақ, F1 L2 тең болады F2 L1-ге. Осы бізде моменттер ережесі болады. Біздегі F1-ді қалай табам? Жалпы F1 деп отқандарың ол P мен S-тің көбейтіндісі болады. Ал F2 деп отқандарың жүктің салмағы ол mg жазайық. Сонда PS L2 тең болады mg L1. Маған керек жүктің салмағы, ол сонда тең болады PS L2 бөлінген GL1. Сонда біздегі қысым 12,5 дәрежесі, ал аудан бізде 3,-4. Ал біздегі L2 деп отқанымыз, ол бізде L1-дің 4-ке қатынасы, мен оны L2 деп өзін жазып қоя салам. G деп отқандарың 10-ға тең, ал L1 деп отқаның мына жерден жазатын болсақ, L1 неге тең болады? Сонда 4L2-ге осын жаза салам. 4L2 деп, сонда L2 мен L2 бізге келеді. 12 мен 4-ті бөлетін болсаң 3. Енді біз мына жерде 10-ның 5 көбейту 10-ның минус 4. Екеуін көбейтетін болсақ, дәрежелер қосылады да 10-ның өзі қалады ғой. Мынаның астында 10 бар, значит мынаны біз қысқартып жібере салады екенбіз.
3 пен 3-ті көбейтетін болсақ, бізде массамыз 9 килограммға тең болады. 2. Келесі көтергіш крандағы қарсы салмақтың массасы 1000 килограмм болса, бұл кранның жәрдеммен қандай жүк көтеруге болатынын есептеңдер. Есептеуіш күш моменттерінің теңдігіне сүйеніп жазыңдар. Мына бізде 1000 килограмм деген ол кранның салмағы. Ол бізде міне қарай әсер етеді. Емді мына нүкте бізде міне мына аралық тіреу нүктесі. Енді мен бұны түсініктірек салатын болсам, бұл былай болады. Мынандай бір иіндік, мына жерде тіреу нүктесі орналасқан, мына жерде MG деп отқан кранның салмағы. Мен оны M1 деп белгіледім, мына жерде M1 деп қоямын. Мына жақта бізде M2G. Бізде мына аралық берілген ғой, тіреу нүктесіне дейін 7-2, ал мына аралық менде 3. Енді моменттер ережесін жазам. 7-2 M2G тең болады M1G 3-ке. G мен G кетеді. Сонда бізде масса 2-ні табатын болсақ, ол 3 көбейтілген M1 деп отқандарың 1000-ға тең, ал бөлемін оны 7,2-ге. 416,7 килограмм болады екен. Біздегі массамыз осыған тең болады. Менің видео сабағым осымен аяқталды. Егер сендерге видео сабақ ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, все қоңырау басамыз.